Құрметті достар, қазір сіздердің назарларыңызға интеграцияланған медицина клиникасының басшысы, нейрохимия және нейробиология ғылымдарының профессоры Джо Диспензаның берген сұхбаттарының бірін қазақ тілінде ұсынамыз. Яғни сіз бір нәрсені қаншама мәрте қайталап жасай бергендіктен, оны қалай жақсы жасау керектігіне ақылыңыз емес, денеңіз үйреніп алған кезде әдет деп атаймыз. Мысалы, таңертең оянған кезде адамдар өздерінің проблемалары туралы ойлай бастайды. Бұл проблемалар мидың нейрондық схемаларында сақталып қалған естеліктер. Осы естеліктер бір адамдармен немесе нәрселермен, белгілі бір уақытпен немесе бір орындармен байланысты болады. Осылайша біздің миымыз өткен шақты сақтайтын қоймаға айналған болса, онда адам өз күнін бастамай жатып, орнынан тұра салып, болып өтіп кеткен уақыт туралы ғана ойлайтын болады. Әрбір естелік бір эмоциямен байланысты. Ал эмоция дегеніміз ол бұрын жасаған әрекеттерінің нәтижесі. Бір жағдайды еске алғанда, адам эмоцияға беріледі. Сол арқылы өзін бақытсыз сезінуі мүмкін, тіпті қайғырып, ауыр күйге түсуі де мүмкін. Адам нені ойласа да, нені сезінсе де, сол арқылы оның ішкі жан күйі қалыптасады. Осылайша ол өзінің әр күнін бұрын болып кеткен бір оқиғаларды еске алумен бастайды. Бұл дегеніміз не? Яғни, сіз есіңізге ала беретін өткен уақыт ерте ме, кеш пе сіздің болашағыңызға айналады. Осылай жалғасатын болса, болашағыңды болжап, білудің де қажеті жоқ. Егер сіз ойлардың тағдырға әсер ете алатындығына сенетін болсаңыз, бірақ ойларыңыз сезімдермен ғана шектеліп қалған болса, немесе сезімдеріңіз ғана ойлау құралына айналған болса, онда эмоциялық тұрғыдан сіз өткен шақты, өткен уақытты ғана ойлап жүрсіз деген сөз. Көп жағдайда сіз сол бұрынғы өміріңізді сүруді жалғастыра беретін боласыз. Сондықтан да адамдар оянғаннан кейін өздерінің ұялы телефондарына ұмтылып, WhatsApp'ты, электронды поштасын, Facebook'ты ашады, өзін фотоға түсіріп, оны парақшасына салады, Twitter'ге пост жазады, Instagram'ға кіріп жаңалықтар оқиды. Осылайша олар өздерінің өмірлерінде бар нәрселермен байланыс орнатып, сол дүниеге қайта оралады. Одан кейін олар күнде қайталанатын әдеттерін жасайды, төсектен тұрады, дәретханаға барады, кофесін ішеді, душ қабылдайды, киімдерін киеді, жұмысқа күндегі бір жолмен барады, күндегі сол бір адамдарды көреді. Күнделікті бір эмоциялық түйткілдерді қайталай береді. Осындай дағдылар әдетке айналады, бағдарлама болып қалыптаса бастайды. Сөйтіп олар өз еркіндіктерінен айырылып, осындай бағдарламаның құрбанына айналады. Ешкім оларға осылай ғана жасайсың деп айтқан жоқ. Сосын өзгеретін уақыт келген кезде, бұл циклдың қайталана бергені соншалықты, ол адамның түп санасындағы бағдарламаға айналып кеткенін байқаймыз. 35 жасқа дейінгі адамдардың тұлға ретіндегі 95% компьютерлік бағдарлама сияқты жұмыс істеп жатқан әдеттерден, эмоциялардан, түп санадағы дағдылардан, сенімдердің жиынтығынан қалыптасқан. Адамның санасы, менің денсаулығымның мықты болғанын қалаймын. Менің бақытты болғым келеді, менің еркін болғым келеді, тәуелсіз болғым келеді деп ойласа да, оның денесі мүлдем басқа бағдарламамен жұмыс істеп жатады. Сонда мұны қалай өзгертуге болады? Ең бастысы, аналитикалық ақылдан арылу қажет, өйткені сана мен түп сананы бөліп тұрған, оларға шекара болып тұрған аналитикалық ақыл. Осы кезде бізге медитация қажет болады. Медитация арқылы адамды өзінің аналитикалық ақылын бәсеңдете білуге үйретуге болады. Егер осы медитацияны дұрыс қолдана алатын болсаң, компьютердің бағдарламасы сияқты операциялық жүйеге, яғни орталық жүйеге еніп, маңызды өзгерістерді енгізуге болады. Бірақ көп адамдарға өмірлерінде осындай өзгерістің болуы үшін бір себеп қажет сияқты көрінеді. Яғни адам бұл үшін бір дағдарысқа, травмаға немесе ауруға ұшырау керек сияқты. Немесе бір денеден айырылғанда ғана, қайғы қасірет келгенде ғана өзгеруге шешім қабылдайтындай болады. Мен айтамын, неге мұны күту керек? Не үшін ондайды күтіп жүрсің? Адам ауырсыну мен қиналу жағдайында да өзгереді, сондай-ақ қуаныш пен шабыттану жағдайында да өзгеруге болады. Дегенмен қазір адамдар ояна бастады. Өміріңізде болған белгілі бір оқиғаға сіздің эмоциялық реакцияңыз қаншалықты күшті болса, сол оқиғаға деген эмоционалдық коэффициентіңіз соғұрлым жоғары болады, және соның себеп салдарына соғұрлым көп назар аударатын боласыз.
Осы кезде мидың бар назары сол оқиғаның себебіне аударылады да, ол сол оқиғаның суретін жасайды. Яғни миыңызда естелік пайда болады. Ұзақ мерзімді естеліктер көбінесе өте күшті эмоциялық тәжірибелерден пайда болады. Яғни адамдар сол оқиғаны неврологиялық тұрғыда ойлайды және сол эмоциялар шеңберінде химиялық тұрғыдан оны сезінеді. Егер де біреуге немесе бірдеңеге эмоциялық реакция туындап жатса, адамдар мұндай кезде өз эмоцияларын бақылау, оны жасыру мүмкін емес деп ойлайды. Ал егер де осы эмоциялық реакцияның рефракторлық кезеңі, яғни эмоциялық реакцияның ұзақтығы бірнеше сағатқа немесе күні бойына созылатын болса, оны көңіл күй деп атаймыз. Мысалы, мен біреуге қалайсың деп сұрағанда, ол жаман деп жауап береді. Мен не болды, неге жаман деп сұраймын? Ол 4-5 күн бұрын мен бір жағдайға тап болдым. Сол оқиға әлі ойымнан кетпейді дейді. Егер осындай эмоциялық реакция апталарға, айларға созылатын болса, ол темперамент деп аталады. Мысалы, оған не болды, неге ол ашулы деп сұрағанда, біреу мен білмеймін, жүр өзінен сұрайық деп айтар. Сол кезде оған, сен неге ашуланып жүрсің десе, ол былай деп жауап берер. Осыдан 9 ай бұрын осындай бір оқиға болған еді деп. Егер сенің эмоциялық реакцияң жылдар бойы жалғасатын болса, бұл тұлғаның мінез құлқына айналады. Яғни ол тұлғалық қасиетке, неғұрлым тұрақты сипатқа ие болады. Сондықтан эмоционалдық реакциялардан кейінгі рефракторлық кезеңді, яғни оның ұзақтығын қысқартып үйрену керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Адамдар бір оқиғаға тап болса, кейін олар сол оқиғаны қайта-қайта еске ала береді. Себебі стресстік гормондар мен тіршілікке қажетті эмоциялар мидың назарын сол оқиғаға аудара беретін болады. Бұл эмоциялар адамға сол оқиғаға назар аударып, егер ол қайталанатын болса, соған дайын болу керектігін айтады. Нәтижесінде көп адамдар өмірлерінің 70%-ын стресс жағдайында өткізеді. Олар үнемі бұған дейін көрген күндеріне қарап, ең жаман сценарийді күтеді. Олар кванттық кеңістіктегі көптеген мүмкіндіктер арасынан ең жаман нәтижені таңдап алып, оны қорқынышпен қабылдап, өздерінің денелерін үрейге, қорқынышқа бейімдей бастайды. Егер бұл жиі қайталана беретін болса, денеңіз өз-өзінен паникаға беріле бастайтын болады. Сіз мұны алдын ала біле алмайсыз да, себебі бұл түп санада жазылып қойған бағдарлама бойынша жүріп жатады. Сол кезде сіз сол адамнан сұрасаңыз, саған не болды, неге сен осылай істейсің деп. Ол, себебі 15-20 жыл бұрын мен мынадай бір оқиғаға тап болғанмын, содан бері мен осындаймын деп жауап береді. Биологиялық тұрғыдан алғанда, бұл адам сол оқиғадан бері өзгерген жоқ дегенді білдіреді. Сол оқиғадан туындаған эмоциялар адамның денесі мен миына күшті энергия зарядын береді. Сондықтан адамдар бұл эмоцияларға үйреніп алғаны соншалықты, тіпті оларды өздерінің шектеуші сенімдерін мақұлдау, растау үшін қолдана бастайды. Олар өмірлеріндегі қиындықтарды, туындаған жағдайларды пайдаланып, сол арқылы өздеріндегі кемшіліктерін дәлелдеп, кішкене нәрсені болса да сезінуге тырысады. Сосын өзгеретін кез келгенде, сіз сол адамға, неге сен осындайсың деп сұрасаңыз, олар сол оқиғаны қайтадан еске түсіреді. Және әркез сол нәрсені ойлаған сайын, олардың миы мен денесі сол оқиға қайталанып жатқандай, дәл сол кездегідей химиялық процестерді қайтадан тудырады. Олар сол оқиғаны қайтадан еске түсіру арқылы сол кездегі нейрондық тізбектерді іске қосып, дене дәл сол сәттегідей эмоцияларды алады. Өйткені сіздің денеңіз, ол сіздің түп санаңыз. Ол сіздің эмоцияңызды тудыратын нақты оқиға мен сіздің ойыңыздан туындайтын эмоция арасындағы айырмашылықты білмейді. Демек, сіздің денеңіз 24 сағат бойы, аптасына 7 күн, жылына 365 күн сол өткен оқиғада өмір сүріп жатады. Осылайша, сол эмоциялар ойларды тудырады, ал ойлар қайтадан сол эмоцияларды тудырады. Бұл цикл қайталана береді. Сол ойлар мен эмоциялар бір-бірін қайта-қайта қозғап, адамның барлық болмысын өткенге байлап қояды. Сондықтан өзгеру процесінде өткеннің шеңберінен шығумен осы циклды бұзу ең қиын нәрсе болып табылады. Өзгеріс, бұл бұрын жасаған таңдауыңды қайта жасамау деген сөз. Алғашқыда бұл дискомфорт тудырады. Себебі бірден жаңа нәрсені істеу бұл үйреншікті емес. Әдеттен тыс жағдай. Осы кездегі ең мән беретін нәрсе, біз әрқашан ойларымызды қайталап, сол ойлар арқылы бағдарламаларды іске қосамыз. Бұл бағдарламалар эмоциялармен тығыз байланысқан. Мысалы, егер сізге қорқынышты ой келсе, денеңізде үрей сезімі пайда болады. Сол үрей пайда болған сәтте, ми денеге, иә, сен расында да алаңдап тұрсың деген хабарлама береді.
Осылайша адам оны ойлай бастайды. Ал оның ойлары денесіндегі эмоциялармен сәйкес келеді. Бұл цикл қайта-қайта қайталанып, дене бұл күйге әбден үйреніп қалады. Егер осы цикл ұзақ уақытқа жалғасса, дене ақырында саналы ойлардан да асып, өздігінен әрекет ететіндей жағдайға жетеді. Яғни, денеңіз миға айнала бастайды. Өзгеру сәті келгенде, адам өзін осы циклден шығарып, жаңа таңдау жасамақшы болады. Сол кезде оның денесі өзіне: сен 35 жыл бойы осылай жасап келе жатырсың, ендеше мұңайма, қиналма, өзіңді кінәлі сезінгенді қой, ұят деп айтпа. Өзіңді аяма, ақталма деп айтады. Сөйтіп дене бұрын көрмеген белгісіз бір күйге көшкенде, сен өзіңді жаман сезінгің келмейді, кінәлі болғың да келмейді, бірақ бәрібір өзіңді бұрынғыдай әлі де кінәлі сезінесің. Сонда не үшін өзгермекшісің, қажеті не деген ой келеді. Егер адам осы ойды шын деп қабылдаса, онда ол қайтадан өзінің бұрынғы мінез құлқына, эмоцияларына оралады. Ол, мысалы, сол ойға сеніп, мен өзгере алмаймын, бұл әдіс жұмыс істемейді деп, өзгеріс жасауды жалғастырмай қалдырып кетеді. Нәтижесінде сол таңдау қайталанып, мінез құлық қайтадан сол баяғы күйіне келеді, және эмоцияларда сол орынға қайта оралады. Сіздің денеңіз, сіздің түп санаңыз. Егер сіз болашақта болатын ең жаман бір жағдайды ойлап отырсаңыз, сол ойыңызға байланысты эмоцияларды сезіне бастайсыз. Ал денеңізге бұл нақты әлемде болып жатқан жағдай ма, әлде эмоцияларыңыздан туындаған елестетуме бәрібір, ол айырмашылығын білмейді. Көптеген адамдар осылайша өздерінің эмоциялық жағдайларын көрсетеді. Бұл дегеніміз, олар өздерін осындай сезімдермен байланыстыра бастайды. Сосын олардың жағдайлары мен жасаған әрекеттері де сол сезімдерге сәйкес жүзеге асады. Өзгеріс жасау қажет болған кезде, адамның өзі өзгергісі келгенімен дене әдеттегі күйінде қалып қоюы мүмкін. Себебі дене әлдеқашан сол күйге үйреніп қалған. Сондай күйді қайтадан сезініп тұрмаса, ол өзін жайсыз сезіне бастайды. Сол себепті дене көбінесе ақылдан күшті болады. Өйткені ол қаншама уақыттан бері сондай күйде келе жатыр. Осы жерде қызметші қожайынына қарсы жұмыс істей бастайды. Сосын ақырында керісінше болады. Ми қожайын емес, қызметшіге айналады. Адамдар көп жағдайда беймәлім, белгісіз болашақтан қорқып, өздерінің ауытқып кету мүмкіндігінен қорқады. Адамдар үшін білмейтін, беймәлім нәрсе бұл үрейлі нәрсе, себебі ол белгісіздікті білдіреді. Көп адамдар маған: мен болашағымды болжай алмаймын, мен білмей тұрмын деп айтады. Ал мен оларға әрқашан айтамын: болашағыңызды болжаудың ең жақсы жолы оны өзің жасау керексің. Оны өзің істеу керексің. Ал бұл үшін белгілі бір нәрседен емес, белгісіз нәрседен бастау керек. Сіз өз болашағыңызды құру үшін қандай ойлар мен әрекеттерді іске қосқыңыз келетінін айқындап алуыңыз керек. Қандай ойларды миыңызға жылжытып, жүріс-тұрысыңыздың қандай болатынын анықтап алу қажет. Көзіңізді жұмып, болашақтағы өзіңіздің қандай екеніңізді елестетіңіз, қандай әрекеттерді жасағыңыз келеді. Соны елестетіңіз. Бұл тек физикалық әрекеттер емес, сонымен қатар эмоцияларды өзгертуде де маңызды. Сіз өзіңізді жаңа жағдайларда қалай сезінуді қалайсыз? Осы сұрақтарға жауап беріп, жаттығулар арқылы болашағыңызды құруға көмектесетін жаңа тәжірибелерді қалыптастыру қажет. Егер сіз көзіңізді жұмып, белгілі бір әрекетті ойша қайталап жасасаңыз, сол сәтте миыңызға олардың физикалық әлемде болып жатқан нәрсе ме, әлде ойша елестетіп отырған нәрсеңіз бе, айырмашылығы жоқ. Бұл кезде сіздің миыңызда нейрондық байланыстар құрылады. Сол арқылы болып кеткен оқиға сияқты әсер береді. Сөйтіп миыңыз өткеннің жазбасына емес, болашақтың картасына айналады. Егер сіз осы жаттығуларды үнемі қайталай беретін болсаңыз, сіздің жаңағы айтылған нейрондық байланыстарыңыз бағдарламаға айналады. Кім біледі, мүмкін, сіз өзіңізді шынымен бақытты адам қылып көрсете бастайсыз. Меніңше бұл жерде ең қиыны денемізді эмоционалдық түрде болашақтың қандай болатынын сезінуге үйрету. Бұл дегеніміз, мысалы сіз өзіңізді күшті, қуатты адам ретінде сезіне алу үшін өзіңіздің жетістікке қол жеткізетін күніңізді күтіп отыра алмайсыз. Сол сияқты махаббатты сезіну үшін, жаңа қарым-қатынасты немесе деніңіз сау болу үшін толық сауыққаныңызды күтіп отыра алмайсыз. Менің айтайын дегенім, ескі модель бойынша, яғни себеп пен салдар моделі бойынша біз ішкі нәтиже болу үшін сыртта бірдеңенің өзгергенін күтуіміз керек. Ньютондық әлемдегі адамдардың көпшілігі сыртқы әлемдегі өзгерістерді күтіп, сол кезде ғана өздерінің ішкі сезімдерінің жақсы болатынын күтеді.
Ал қазіргі көзқарас бойынша болашақты тек сыртқы жағдайлардың өзгерісіне қарай күту. Бұл ескі түсінік. Ньютондық әлем дегеніміз, ол әлемде барлық нәрселер тұрақты және болжамды болады. Бұл әлемде болашақты алдын ала болжап, білуге тырысады, және сыртқы жағдайларды өзгерту арқылы ғана нәтижелерге жетуге болады. Бірақ кванттық өмірде жағдай басқаша. Сіз өзгерісті өзіңізден бастау керексіз. Әрі болашақтың әсерін күні бұрын сезінуіңіз қажет. Кванттық үлгі бойынша сіз өзіңізді бай, әрі күшті сезінетін болсаңыз, сіз сол сәттен бастап оларды өзіңізге тарта бастайсыз. Байлықты сезінген кезде ғана шынымен табыс таба аласыз. Күшті сезінген кезде ғана өз жетістіктеріңізге қарай қадам баса бастайсыз. Өзіңізді тыңғылықты сезіне бастаған кезде, сізде сауығу процесі басталады. Өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, өмірді жақсы көретін болсаңыз, сіз екеуіне де бірдей тең жағдай тудырасыз, және сол арқылы әсерді енді өзіңіз тарта бастайсыз. Меніңше, мұның ерекшелігі мынада: мен мына адамның кесірінен, немесе сол кездегі оқиғаның кесірінен, немесе сол бір тәжірибенің салдарынан осындай жағдайға тап болдым. Солардың кесірінен менің ойымда, сезімдерімде өзгерді деп, құрбан ретінде өмір сүруді тоқтатып, оны өзгертетін болсаңыз, сіз өз өміріңізді де, өз әлеміңізді де өзіңіз жасай алатын боласыз. Сіз мен өз ойларым мен өз сезімдерім арқылы өмірімді де өзгерте аламын деп айтыңыз. Мұндай жаңа көзқарас, жаңаша ойлау шын мәнінде өміріңізді өзгерте алады. Осылайша біз мұның бәрі өзіміздің қолымызда екеніне көзіміз жетіп, соған сене бастаймыз. Ендеше сол жағымсыз эмоциялардың циклынан қалай шығып кетуге болады? Мысалы, менде бір жағымсыз теріс эмоция бар делік, мен сол туралы жиі ойлай беремін. Сол арқылы химиялық реакциялар туындап, бұл реакциялар біздің денемізді сондай күйде қалуға үйретеді, және нәтижесінде ол менің өміріме, тағдырыма әсерін тигізіп жатады. Бұл процесс қайта-қайта қайталанған сайын мен оны тағы да жасаймын. Өйткені денем соған үйреніп алған, және бұл цикл осылайша жалғаса беретін болса, мен сол циклдің ішінде қалып кетемін. Егер сен өзіңнің болашақта қандай болатыныңды айқындап ала алмасаң, онда сен өткен уақыт туралы ескі ойлардың құрсауында қалып қоясың, және сенің өміріңнің қалай өтетіні де белгілі болады. Егер таңертең оянған кезде сіз өзіңізді болашаққа қатысты нақты бір көрініспен айқындай алмайтын болсаңыз, егер сіз күнделікті сол бір адамдарды ғана көріп, сол бір жерлерге ғана барып, дәл сол уақытта сол бір істерді жасай берсеңіз, онда сіздің тұлғаңыз бұдан әрі сіздің болмысыңызды қалыптастырмайды. Керісінше, енді сіздің болмысыңыз сіздің тұлғаңызға ықпал етеді және соны қалыптастыра бастайды. Сіздің ортаңыз шынымен де сіздің ойларыңызға, сіздің сезімдеріңізге ықпал етеді. Себебі әрбір адам, әрбір нәрсе және әрбір орын сіздің миыңызда өз іздерін қалдырады. Әр адамнан алған әрбір тәжірибе жаңа эмоциялар тудырады. Мысалы, кейбір адамдар өздерінің біреуді сынауға мінеуге бейім екенін басшыларынан көреді, немесе өздерінің біреуді жек көретіндігін жауларынан көреді. Өздерінің қайғы қасіретке тәуелділігін достарынан көреді. Осылайша олар сыртқы әлемнің оларға бірдеңе бергенін күтеді. Яғни, өзгеру үшін сіз өз ортаңыздан жоғары болуыңыз керек. Сол ортада қалыптасқан жағдайдан жоғары болуыңыз керек. Себебі, қоршаған ортаңыз өте еліктіргіш, қызықтырғыш болып келеді. Енді осындай өзгеруді бастау үшін ең тиімді құрал ол медитация. Неліктен медитация дейсіздер ғой? Медитация арқылы сіз сыртқы әлемнен бөліне аласыз. Жайғасып отырып, көзімізді жұмайық. Өзімізді сыртқы әлемнен ажыратамыз. Денеңізді тыныштандырып, сыртқы әсерді азайтасыз. Тыныш, жайлы музыка тыңдасаңыз, немесе құлақтарыңызға тығын тығып қойсаңыз, миыңызға келетін сенсорлық ақпарат та азаяды. Бұл сіздің сыртқы әлемнен ажырап, жаңа күйге өтуіңізге мүмкіндік береді. Егер сіз денеңізді тыныш ұстап үйренсеңіз, мысалы оны үй жануарына айтқан сияқты мына жерге тапжылмай отыр деп, біз аяқтағаннан кейін мен сені тамақтандырамын. Сен өзіңнің электронды пошталарыңды тексере аласың, хабарламаларыңды оқи аласың, бәрін де істей аласың, бірақ қазір сен мұнда отырасың да, мені тыңдайсың деп денеңізге айта білуіңіз керек. Егер сіз бәрін дұрыс жасай алсаңыз, ештеңе жемесеңіз, ешқандай иісті де, дәмді де сезбесеңіз, ешқандай эмоцияға берілмесеңіз, сізді қазір тек ойдың ғана басқарып тұрғанымен келісетін боларсыз. Егер дене эмоционалды түрде өзінің бұрынғы өткен шағына қайтып оралғысы келе бастаса, сіз бүкіл назарыңызды осы эмоцияға аударып отырғаныңызды байқайсыз. Ал назарыңызды қай жаққа аударатын болсаңыз,
сол жаққа энергияңызды бағыттайсыз. Демек сіз бүкіл энергияңызды қазіргі сәттен алып, өткен уақытқа жіберіп жатырсыз. Енді денеңізді қазіргі сәтке қайтарыңыз. Дәл қазір сағат 8, әдетте осы уақытта көлік кептелісінде тұрып, ашуланатын кезіңіз. Бірақ міне, сіз отырсыз, ашуланбайсыз. Сіз күнделікті графигіңізден шығып қалдыңыз. Әрі қарай міне сағат 11 болды. Әдетте осы кезде электронды поштаңызды тексеріп, бәрін сынап сөйлеп отыратын едіңіз. Сіздің денеңіз осы үйреншікті химиялық күйді іздей бастайды. Әркез осылай жасағанда сіздің денеңіз сол эмоцияларды қалап тұратын кезде, өзіңізді қазіргі сәтке қайтарып, денеңізге енді бұл ақыл ой емес, ақыл ой ол менмін деп айтыңыз, енді сіздің ерік жігеріңіз бағдарламадан күштірек бола бастайды. Және егер сіз мұны қайта жасай берсеңіз, дәл жылқыны немесе итті үйреткендей, денеңіз мен осында отырамын деп көнетін болады. Сол сәттен бастап денеңіз енді ақылдың рөлін ойнамайтын болады. Ол өз еркімен бағынған кезде энергия босатылады. Біз бөлшектерден толқынға ауысамыз, материядан энергияға өтеміз, және өзімізді өткен уақытқа байлап қоятын эмоциялардың тізбегінен босатамыз.